Опырық хан қалайша бой аласа, тісі жоқ аяғы жаралы адам бүкіл қазақ хандығын басқарды. Немесе Абылай хан қандай болған? 1994 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін реконструкциялау кезінде салмағы 2 тонна таратын құлпытас астынан адамның сүйегі табылды. 1995 жылы жүргізілген антропологиялық сарапаттама бұл Абылай ханның сүйегі екенін растады. Бойы шамамен 164 см, жамбас сүйегінде бұрынғы ауыр жарақат іздер болған. Бас ерекшелігі ауыз қауысында тістердің толықтай жоқтығы. Жақ сүйектеріндегі альвеолалық шоңқырлар тірі кезінде ақ бетіліп кеткен. Бұл ханның 50-55 жасында тістерінің айрылғанын көрсетеді. Бұл мәліметтер тарихи деректермен де сәйкес келеді. Таурих Хамса атты еңбегінде Құрбанғали Халид Қаракерей Қабанбай батыр Абылай опырық деп атағанын жазады. Естеріңізге салсақ, Қабанбай 1771 жылы, яғни Абылай хан сайлағаннан кейін қайтыс болған. 1776 жылғы орыс капитаны Бреховтың рапортында Абылайдың бойын аласа екенін айтылған. Ал орыс офицері Гуревич Абдулла Хаскиновтың дерегінде сүйені 1756 жылы қытайлармен шайқаста Абылайдың аяғын ауыр жарақат алғанын жазады. Мұндай халдегі адам қалай бүкіл хандықты басқара алды? Физикалық кемшіліктеріне қарамастан Абылай хан билік вертикаль мықты құрды. Ал сенімді адамдарға арқа сүйе отырып хандықты басқарды. Хандықты кеңестің ықпалын азайтып, құрылтай шақыру дәстүрімен бас тартты, билер мен сұлтандар өзі тағайындады. Архивтік құжаттар мен ауызша деректермен сүйенсек, оны оппозицияға қатаң шара қолдағаны, кейбіріне жаза қолдағаны айтылады. Сырым Датұлы бастаған ұлт азаттық қозғалысты да қолдамады. Себебі ол кезінде ол жеке билігін күшейтіп, ресми қатынасты бекемдеуге ұмтылған. Абылай 3 рет сыртқы саяси бағдарын өзгерткен. 1740 жылы Ресейге ант берді, 57 жылы Қытай императорына адалдық танытты, ал 58 жылға дейін Жоңғария мен әскери одақта болды. Тарихнамада бұл тәсіл Абылайдың көп векторлық саясат деп аталады. Сонымен қатар ол шекаралас жайылымдары үшін қырғыздармен қатығысты, оңтүстікте Түркістанды бақылауға алды. Ташкент пен Ходжент билеушілерінің қарсы саяси қысым көрсетті. Сайрам, Шымкент және Созақ он билігіне өтті. Ал әкімшілік пен дін саласында өз бақылауында алған. Көпшілік біле бермейтін факт. Осман империясының байланыс орнату әрекеті 1160 жылдары бұхаралық делдалдар арқылы Абылай өзін даладағы мұсылмандардың қорғаушысы ретінде мойындатуды сұрап, Стамбулға елшілік жіберуге тырысты. Алайда бұл дипломатиялық миссия сәтсіз аяқталды. Делегация не жолда жоғалды, не тоқтатылды. Абылай хан 1781 жылы қайтыс болды. Ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген. Мұндай мәртебеге көзі тірісінде ие болған санаулы қазақ хандарының бірі. Абылай күрделі тұлға. Оның тарихи бейнесі жан-жақты сарапаттауды қажет етеді. Ол мінсіз билеуші болды ма, әлде мүддесі айқын прагматик пе? Пікіріңізді комментарияға жазыңыздар.